Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тәтті пирожный картошка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге печенье керек болады. Печеньені мен оқтаумен үгіттім, блендермен де үгітуге болады. Негізі кез келген печенье бола береді. Ең бірінші біз печеньеге какао қосамыз. Араластырамыз. Мінекей бір келке етіп араластырып алдық. Енді біз оның үстіне ерітілген сары май және де сгущенка қосамын. Енді бұны да жақсылап тұрып араластырып аламын. Достар, біз жақсылап тұрып араластырып алдық. Менде андай үгітілмелі масса пайда болды. Енді біз одан картошканың пішініндей қылып жасаймыз. Мінекей достар, біздің картошкамыз дайын, өте дәмді болып шықты. Иісі деген мұрнымды жарып бара жатыр. Менде 24 штук шықты. Енді біз оның үстіне бір қасық какао және бір қасық қант ұнтағын себеміз. Дайын. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Арнама жазылғаннан кейін колокольчик шығады. Соны да басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің әр видеомды бірінші және де үзбей көретін боласыздар. Ендеше ас дәмді болсын.